Осы халық әндерін тыңдасаң бір ерекше күйге бөленесің. Бір тыңдай бергің келеді, тыңдай бергің. Әрине оның құдіреті де сонда ғой. Қанша тыңдасаң да жалықтырмайтын сүйіспеншілігіңді одан сайын арттыра түсетін осы халық әндері ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жетсе екен деп тілейсің. Айтқаныңыз келсін, енді дәл осы тілектен кейін мен ойымша келесі жұбымызды ортаға шақырғанымыз жөн болады. Қарсы алыңыздар, сахнада Жанболат Найзабеков пен Айгүл Қосанова. Өткен бағдарламада шет тілінде бірінші рет ән айттым, сондықтан да мен үшін өзім жеңген нәрсем болды. Негізі ол кісі сол өзінің форматында қалған дұрыс деп ойлайды. Әртіс деген нәрсе жан-жақты болу керек деп жасайық дегенмен көндіріп алып келе жатырмын ғой. Әрине, шындығына келген кезде бізде қорқыныш болды екен. Бізден де мықтылар бар ма деген ой болды. Шыны керек Қайрат пен Құрманайдан кішкене аяқ тарттық. Бірақ енді әйтеуір қазылардың көздері тура түсіп шетін алдық қой. Ең жоғары ұпай алып, алғашқы кезеңде иммунитетке ие болған 21 балмен Жанболат Найзабеков, Айгүл Қосанова. Айгүл әпкемді басқа қырынан көрсетіп, бүкіл қараған көрген көрермен барлығы таң қалып, енді не қылсық болады екен, енді не бүлдіресіңдер деген сұрақтар келіп жатыр ғой қазір. Жанболат неше күннен бері осы домбырамен ән айтып дайындалып жатыр. Өте алғыр, көрсеткен нәрсені жақсы тез қабылдайды. Жоқ, мына екінші сылтым, иә. Там таратам, 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 таратам. Иә. Иә. Екінің бір айтып тастаған, елдің аузында жүрген халық әндері көп. Соның ішінен таңдап айтып шығу деген нәрсе бізге қиынға соқты. Ең жоғары балды алып алғаннан кейін соған үнемі сай болу үшін біздің дайындығымыз жақсырақ болу керек. Мақсат жеңу. Бірақ дегенмен де енді бақ шабама, бап шабама, оны дода барысында көреміз. Кемпір, ай кемпір, мына домбырам сау болды бей, есіңде ма? Ойбай, сенің де еске түсірмейтін нәрсен жоқ. Кетшай бар, кетшай. Есіңде ма саған ән айтқаным, есіңде ма, кемпір, Ей, қайталаймыз ба, Ал қайтала? Ойбай, қайтала дейді. Қайталайым, несі бар? Қайталай алмайды. Ай, осы шылам жыған. Ой, ал жыған. Шығып тұр, әлі шығып тұр мұнау, Ой, деген. Ойыл қайда, жем қайда, сағыз қайда, өткір қала шырға, жанға пайда уағыркей аман болсын. Шыбыным ойнап кен сырғалым, сырғалым шашбалым. Атарата балыстан келгенімден аяу, қарсалatan құрметтеп, сәулем қайда уағыркей аман болсын. Шыбыным ойналып кел сырғалым, сырғалым шашбалым. Oynar,
болдың ба айтып жүр қайтайық. Жүр үйге қайтайық. Әніңді айтып болсаң қайтайық. Ал қошеметтеріңіз Жанболат Найзабеков және Айгүл Қосанова. Келіңіздер. Қымбатты көрермендер, телекөрермендер, ерекше қойылым болды, ерекше орында. Осы ретте халық әндерін шыбыным деп шырқырата шегіне жеткізе орындайтын Елмұра ханым, сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Рахмет. Маған Айгүл мен Жанболаттың өнері өте ұнады, өте керемет жұп, тамаша, дауыстары да сәйкес келіп тұр. Бір жақсы керемет өзінің бабына келген кемпір мен шалды көргендей болып отырмыз. Енді мына жігіттер Саз ин соу деген топқа да сондай бір риза болып отырмын. Барлық өлеңдердің бәрін өзінің нақышына келтіріп, осы тамаша жаңағы қоштап отыр. Сосын енді сіздерге жаңағы жандарыңызда билеп жүрген қыздар, жігіттер, АИ тобының, АИ театры деді, тамаша екен, керемет. Енді Айгүлге енді сөз жоқ қой. Оның дауысы керемет, күміс көме, Аллаға шүкір, Алланың берген. Жаңа Айгүлге айтып жатыр ғой, бір актер өліп жатыр ғой деп. Тамаша актерлығың деген енді шынында да шығып тұр екен. Жан жақты, Жанболат та тамаша, маған ұнады, жақсы. Рахмет. Алтынбек мырза, сіздің пікіріңізді білсек. Енді мен пікірім не деймін, екеуі де өнердің екі саладағы жұлдызы, мен Жанболаттен бұндай ән айтады деп ойламаппын. Бұл шыбыным мен қазақ деген өзі бір сондай халықпыз, құлыным дейді, ботам дейді, қошақаным дейді, шыбынға теңгеген енді қазақ қана жарасады. Енді әпедеми домбырамен енді Ғарифолла атаның орындауындағы бұл әнді мен талай тыңдағым кезінде. Сен енді сол атаңдан естідің бе, өте керемет бастадың. Ар жағын енді бұны шоу группа оны іліп алып кетті. Енді Айгүлді енді баяғыдан білеміз. Енді екеуіңде жап жақсы әдеме дуэт құрдыңдар. Көп рахмет.